Официант. 8600 теңге болды сіздерде. Наличка или Каспий QR қайсысы? Официант Шәріп. Пиде сырым бар ма? Ей, боқтамаңыз. Біздің сырым ондай емес. Нап-нормал жүрген бала ол. Жоқ, мына жерге жазып қойды да, пиде сырым деп. Сөйтіп айтпайсыз ба оны? Оқи алмасаңыз берсе маған міне. Пиде сырым. Или қандай ол? Ей, не? Ана бұрышта отырған кісі әлі заказ бермеді ғой. Ой, бере берсе жей береді ол кісі. Неге? Әкім ғой. Тоймайды ол, жей береді, бәрін бере бер. Официант. Ей, не? Неге қарындасым, счетыңыз төлейсаңыз міне. Ағай, счетты басқалай келсек бола ма? Ей, қазақтың қыз емессің бе? Ұялмайсың ба? Ары қайда, ұят қайда, адрес қайда? Деші ма, мен өзім жазып алайын. Құрмаларды қойып шықсаңдаршы, қазір клиенттер келеді ғой. Аузын ашпай ма? Тамақтарың дайын ба? Ұят оқымасын қазір. Шымкенттегі номерға дейін шығыс тағамдары бізде ғана емес па? Лазру, оригинал, таза, табиғи нәрсін. Бұл видео ораза ұстамағандарға арналады. Бүгін күн жаман жанды ғой, ыстық қой әжептеуір, Мади, кесей, көрсей бір, ешкім көріп тұрған жоқ қой кесей. Зор кететін ау, жеге! Түнде ол тұратын не дейді? Сәресі. Ана сәресіге оятындар мен енді. Үшті нәрсе жеп атасындар айтыр, сол бізде жеп қояқтан не ол? Қызыммен жолған ба деген ғой? Ораза екен да, Оразада да жолуға болмай ма не қызбен жігіт? Әңгіме айтып отырсаңдар болады ғой. Жолуға болмайды десе онда, әңгіме айтпаймыз ғой, яғын, ішің пысады ғой. Картошканы ашып өндірші баға. Не тамақ сеніп жатсыңдар? Қарын ашты ғой. Қаншада ауыз ашасыңдар бүгін? Жейді бір деңеш, тезір. Құрмаға бір деңелер ақ қойып бәң, жек көрейік та. Кеше мен бір видео көрдім да керекші. Айтады да, жәннаттың есіктері ашылатын айда соған асықпай, жабық тұрған тозақтың есігіне амал жасайтын адамдар бар дейді да. Сонда ауыз бекіту көріп болды ғой да, бүгіннен бастап. Қалай рамай, денем шықпаған ба? Кешегіден басқаша уже. Мына футболкам уже симай қалып, маған киесің ба бірәшік? Рамай? Мықты кесің. Ауырады. Еті жыртылғандар ал, еті жыртылған кеше аджуман істеген ғой 5 рет. Талшықпен ба? Не ол? Мен аджуман пресс деймін болды. Талшық деген білмеймін әлі. Қол күресіп кеше. Басынан кетші мен. Стоп не алған жоқлар. Жоқ. Істеп кеші мен. Хочешь это? Делай это. Боқал ма үйде? Кәз. Босай. Бір кәдір. Таға ма? Таға. Идер. От. Мынау от алмады ғой әлі? Болмады? Или кілт салу керек па? Кілтінес? Қой бір шән, мейтеріңізді, кеп қалдық үйге. Аштарымыздан аш. Таксист Нура. Ассалаумағалейкум бүге. Уағалейкум ассалам. 5 адам едік әкетесіз бі? Жоқ, симайсыңдар. 4 қыз еді да. Болды ғой, әкетемін ғой. Қыздар болса қатты айдаймын ғой мен. Машинаны ма? Оны да. Жоқ, күйінесің бе, бірәшік. Бүкіл бар ғой, документ бәрі таптаза. Мына нексияны аптешкеге дейін бар ғой. Енді? Білмеймін, правамды ақ қойды ғой. Или боқтамау керек бе? Сендер қуасыңдар ба бірәшке? Үлкен сыйлау керек қой, үлкен сыйлап алдынан орын бермейсіңдер ме? Орын бердік қой. Ойбай, мына ноқылай жынсыңдар ма? Бағаш орын емес қой ол. Алдына отырсың. Көкем тындан ал. Тебілмай қалды. Ассалаумағалейкум көке, таксисіз ба? Уағалейкум ассалам. Негізі адаммын бірәшке. Сен үшін такси боламын ғой. Самалшыға барасыз ба? Самалшыға бармаймын. Аяқтың жолы нашар. Осымен түрткілеп жазып қойыңызшы онда мен. Жазған да сен? Тыныштық па? Не үшін жазып жатыр? Қазіргі таңда депутатқа сайлауға түсіп отырмын. Ең жас кандидатпын. Ош? Есімім Тағайбек Нұрдәулет Маратұлы. Жасың қаншада? Жасым 24-те. Депутат боласың ба? Шымкентке сен сияқты жастар керек қой, әжептәуір. Құтты болсын. Болды, апарамын ғой. Болды, немен барамыз? Арқалап апарам. Машинамен де, конечно. Болды. Отыр. Ай, молодец. Болмай барсыр. Осымен кигіз болады. Мен жетпесем тас жеді. Төбелестегі жігіттердің типтері.
братан, мен қайта берсем бола ма? Қатысым да жоқ қой, ішім ауырып тұр. Ішіп қойдың ба не? Е? Келді аналар. Тас бар ма хотя бы? Еркекші болсын, рукопашка ғой. Жоқ, ішім ауырып жатыр ғой менің. Братан, короче, келе жатыр аналар уже. Енді Телефондарды беріп қойсаңдаршы маған, братан. Еркекшім өзім сумканы салып қояйын. Жігіттер, еркекші, мұсылманбыз ғой. Алда ораза келе жатыр. Не қыламыз? Қырылып. Көтің қышсен қарындасына келіп жүрген бала ғой. Көп қой аналар. Оның үстінде қарындасым кетеді ғой жақында. Қыз мұраты кету емес пе? Ұзатып жібереміз еркекші. Бар. Үш біләм келе жатыр. Не болды? Үшесіңдер ма не? жай. Братан, берші паразым өзің. Көш паразым. Не болды? Суға келе, суға келе. Кәдімгідей ұйықтап қалдым ба мен өзім? Ұйықтап қалдым ба? Бір ударым осы тиген шығар. Вообще тиген жоқ. Қатысып тұрады. Ұят болды. Ұят болды. Аға едім ғой мен. Кімге? Мұғаліммін ғой мен мектепте соң мен оқушым. Ой, бәле. Ісіп тұрған. Мақлым жасын. Нәдің қайсың? Ісіп тұрған. Қатты ісіп тұрған. Шәріп комментатор болса. Сонымен бүгін шабуылда сол қапталда Мбаппе, оң қапталда Неймар, ортада әдеттегідей Лионель Месси, ал қарсылас команданы әріптесім Шәріп таныстырсын. Қақпада номер 1-ші вратар. Одан кейін 4 қорғаушы. Ортада 3, алда 3. Бәрін қосқанда 11. 11. Ватахаладу! Уаса! Gol! Ankara Messi! Бақ. Айналайын Шәріп. Тіліңде жоқ па қазақша әріп? Қазақша сөйлесіңші жаныңды қинамай. Ай, деген ай, жаңа ғана тепкен Фредтің добы қақпаға кірет деп ойладыңыздар ғой дейм, ә? Жоқ, добы сәл ғана биік кетті. Ал мына жүрген Стерлингті қазақша айтатын болсақ, теңгебет деп аударуға болады екен. Реалдың қорғаушысы Едер Милитау, мысық дейді мяу. Мяу. Ай, сен осы көп сөйлемей қойсан қайтеді Шәріпжан, а? Ай, нәкіс. Бұл шыға ма, шықпай ма бұл? Айтшы бар бе? Аяқ киім киіп жатыр ғой. Бағана киіп жатыр еді ғой аяқ киімін. Қырық аяқ пен немере білеу. Таксист Мура. Көке, Ауғадындасын? кондер қосып жіберші. Жүгіліге кондер қалай болды? Мына жерде кондер болу керек еді негізі. Бірақ көтіңе кіріп бара жатыр ма? Әлде терезе не үшін жел кіреді ғой қазір, айбон ау. Кесіл қарындасым. Ренжімеш, кондер деп соғылып. Қазір жүреміздің ана балонның желін көріп жібересеш? Зор болды бұл. Сеніңкі шықты мейлі. Ана балонды көре сал енді. Көрінбейді аға. Конечно көрінбейді. Балон жоқ қой. Балон. Көке, мынау машинаның состояниесі қандай? Ой, бұл машина ақ көңіл ғой, ақ тайқар ғой. Бүкіл ямының көңілін қалдырмай тере бергем ғой. Енді запчасын теріп жүрмін. Клиент жоқ па, 5 теңге табу керек еді бір. не алмассың? Есімедің бе сен әлі? Мынандай ғой короче. Короче, 5 теңгеге билет аласың, өзі алтын билетіне 1000 билет қалды. 10-ші маусым күні ойнатайын деп жатыр. Главный призге осы трактор жап жаңа. Одан кейін 3,5 миллион теңгені таратады. Соған ғой, ақша таба алмай жүргем. Клиент бар ма? Табамыз ғой братан. Табайық соны тез. Excuse me, bro. Бәлі, иығын жинап жүрсе, айбан ау. Таксист Мура. Айдағаным 99. Қалған машинаның бәрі қоңыз. Такси ма? Жүреміз, боңыз. Баковойға қара. Болды. Қарап келесің ба? Иә, қарап. Тимей ма? Жо, смело. Тимейді ғой, я? Тимейді. Тимейді, конечно, алға кетіп барасқан жоқпын ба? Ремең тағы бала сал әнім. Жүре беріңіз көке, жауап беретін братандар бар. Братандарың бұтыңа да жауап бере ма? Шалбарың ремен тақсай, немре білем. Алқам-салқам бұл. Клиент жоқ, не болды бұл? Берсей маған. Маған берсей мен ақ көте берем ғой. Мәп тие батсыңдар, скорый ма ол? Қарындасым жүреміз онда, дайындалайын. Құдай. Жаным. Қой. Кіштейсің ба? Жоқ, қой. Нәме емесің ба? Кән. Балам өтсін ба? Ана машинаның бамперінен оған сүмірей қапты ғой. Жарамай қалды. Бәле ғой. Эрсен Туниктің балаларына жасап береді ғой. Audi, Toyota, BMW, Либойна жасай береді. Дастап кесе СНГ бойынша үйретеміз дейді. Франшизасы бар дейді. Болды. Құртшы ананы. Жөндетіп ат дейсіз.